Мына қазақ даласындағы мына уран, жер шарындағы уранның 60%-ы біздің қолымызда. Мақтанатын шаруа емес. Мақтанатын шаруа емес. Біздің мына ұйықтап қалғандарды бекер айтпаймын. Ауыл-ауылымен ұйықтап жүрген бәрі уранға қатысты тікелей. Сосын мына қазақтардағы мынау селқостық, бұл совет кезінде бізге қандай биологиялық тәжірибе жасады. Қазақтарды бұл жаңа ертең қызыңды алып кел, қуырып жейм, шашлық қып. Одан ана немереңді алып кел, тұздап алып кел, тұздап жейм. Қазақ көні. Осының бәрі совет кезінде бізге, мен ойлаймын, біз білмейтін бірдеңелер жасап тастады. Соны ішкізіп, жегізіп, жаңағы суымызға қосып, жейтін азық-түлігімізге қосып. Одан мына Қытай улап жатыр 30 жылдан бері. Жаңағы шалбардың белдігіне дейін Қытайдың киімі, анау киетін іш киімдерге дейін, әйелдердің іш киіміне дейін, өңкей ішінен жаңағы әйелдер қолданатын заттардың ішін қайшымен қиып көргенде, сол радиациялық заттар, радиациялық ұнтақтар, қалдықтар шығып жатыр. Соны неге салады? Құрый берсін дейді. Мына қауым көрші құрый берсін, өле берсін дейді. Сондықтан бұл жерде Қазақстан дүние жүзі уранның бірді айтыста 60%-ын ұстайды, бір айтыста 50%-ын ұстайды дейді. Енді кейбір кендер қазуға қолайлы, кейбір кен қазуға қолайлы, мақтанатын зат емес. Қазақ жерінде 554 мәрте атом жарды. Жапонияда Нагасаки мен Хиросимада 2-ақ мәрте атом жарды. Жапондар күнге дейін жылайды. Ал бізде Нагасаки мен Хиросимада 1000 есе қуаты күшті сынақтарды 554 мәрте жарды. Қазақ жерінде атом сынағы жасалмаған жер қалған жоқ. Осы Алматы маңы, Нарынқол келген маңына аздап аман. Неге? Қытайға жақын, Қытаймен ара қатынасты бүлдіріп алғысы келмейді, Қытай барлап қоймасын дейді. Сол жақын. Болмаса Ресейдің Сібір мөбірінде адам жоқ жерлерінде жарса жарады ғой. Әдейіге қазақ жерінде жарды. Атырау, Ақтөбе, Ақтауында жарды. Ақтөбе мұнай кені. Ана мұнай бар жердің бәрінде уранның радиациясы бар. Бәрінде жар. Шымкентінде де жарды. Анау Аралдың көлінің астында жарып, жердің сызат салып жерді де көл тартылып кетті мысалы. Былғанбаған жерің жоқ. Енді Алматы маңы, Жетісудың маңы ғана біраз енді атомның радиациясы ең тыныш демек, ең соңында Алматыда тас жол салған кезде радиациялық қалдығы бар заттарды пайдаланды. Тас жол. Енді кеп Балқаштан Ресейге атом электр станциясын салғызу керек дейді. Мынау өзбегін құтырып, мынау Қазақстанмен шекараға атом электр станциясын Ресейге салғызады дейді. Ресей тегін салам десе де салғызбау керек қой атом электр станциясын. Чернобыльді не істеді Ресей? Міне. Атом электр станциясын салғызғыш болса, Америкаға, Францияға, Жапонияға салғыз. Және Қазақстанда атом энергиясына деген қажеттілік туып тұрған жоқ. Атом электр станциясын Қазақстанға салғызып, электрді Ресейге сатпақшы. Электрді Ресейге сатпақшы. Атом электр станциясы суы бар жерге, ана суытатынға пайдаланатын кез келген жерге салса болады. Сала берсін Ресей. Солтүстік мұзды мұхит жағына сала берсін. Суытуға қолайды, ауа райы да қолайлы мысал. Сала берсін. Неге қазақ жеріне салады? Неге өзбектер қазақ шекарасында атом электр станциясын салады? Өзбегіңді де қазағыңды да құртпақшы. Ал мына Мирзаевың бар, мына Тоқаев, Назарбаевтың әулеті бар. Оған сен қазақ өзбек қырласың ба? Оған 2 қойын 1 сом 1 тиын. Мен жемеген қарым боғымен піссін деп отыра береді. Әңгіме осында.